Шардаралық шаруаларда органикалық тыңайтқыштарды өндіру ісін қарқынды дамытып келеді. Мәселен, өңірдегі кәсіпкер Бақытжан Нұржанов биогумус өндіру кәсібін нәсібіне айналдырып отыр. Еңбекқор азамат ауыл шаруашылығына қажетті табиғи тыңайтқышты үйінің ауласынан алып отыр екен. Бастапқыда ол 4 шаршы метр жерде шылаушын асырап биогумус алған болса, қазір өндіріс аумағын 15 шаршы метрге дейін ұлғайтқан. Азамат бүгінде өз білімі мен біліктілігімен бөлісу үшін өзге аймақтардағы әріптестермен тәжірибе алмасып жүр. Шардаралық Бақытжан Нұржанов есімді азамат біраз жылдан бері агроөнеркәсіппен айналысып келеді. Алайда еккені егіндері өнім бермей шығынға батқан. Себебі бұл аудандағы жерлер сорға айналып, бетіне тұзы шығып кеткен. Құнарсыз жердің зардабын тартқан Бақытжан қолдан табиғи биогумус әзірлеуге бет бұрыпты. Шетелден 100 мың шұбалшаны сатып алып, қазір олардың санын 15 миллионға жеткізген. Осылайша биогумус табиғи тыңайтқышын өндіріп, диқандарға саудалаған кейіпкер еңбегінің жемісін көруде. Бүгінде ол өз білімі мен білігімен өзге аймақтағы биогумус өндірушілермен бөлісуде. Айта кетерлігі, елімізде шұбалшан асырауды кәсіп еткендердің саны бүгінде 5 мыңға жеткен. Мынау биогумуспен еккен нәрсе мынандай болып отыр. Мынау биогумус еккен нәрсе мынандай болып отыр деп, диқандардың өздері видео түсіріп, бізге ырзашылығын жіберіп, бізге отзывтар жіберіп отыр да. Мәселен, ол қазір диқандардың арасында бум пайда болды. Міне биогумуспен еккен керемет екен деген нәрсе пайда болып отыр. Ол деген сөз жайлап бұл нәрсеге Құда қаласа келіп отырмыз. Бұл нәрсемен ертең барлығы айналысады. Уже ертең барлығы мынау қарбыз биогумуспен өскен ба, мынау қауын биогумуспен өскен ба, өспеген ба деген нәрсені сұрайтын болады. Ертең өйткені мынау нитрат деген нәрсе халықты ауыртып отыр. 8 қырлы бір сырлы Бақытжан Нұржанов шұбалшаннан бөлек павловния ағашын өсіруге де ден қойыпты. Қызығы жылына 6 метр өсетін жапониялық ағаш өнімді жемісте емес, бал ретінде береді екен. Бұл ағашта бүгінде биогумустың арқасында жайқала өсіп тұр. Шардаралық кәсіпкердің жұмысымен танысқан семинарға қатысушы семейлік азамат та өз өнімі туралы айтып берді. Қазіргі таңда 1 гектар жерге 4 литр сұйық биогумус пайдаланылады. 400 литрге 1 гектарға өте экономика жағынан диқандарға пайдалы және жемісті 15-30% көбейтеді. Сақталу мерзімі ұлғаяды. Содан кейін, мысалы, егер мақтаға пайдаланатын болса, мақтаның болсын, басқа да қиярдың болсын, салмағын қосады. Бақытжан Нұржановтың қолға алған ісі туралы әлеуметтік желі арқылы көріп, қызығушылық танытқан тараздық Рақымжан Тұрсынбеков те бүгінгі жиынға арнайы келіпті. Ол бұған дейін де Шардараға келіп, биогумус өндірудің қыр-сырын 3 ай ішінде меңгерген. Қазір ол 2000 шаршы метр жерге шұбалшан өсіріп, мол табысқа кенеліп отыр. Келіп, сол 50 квадрат алып, бүкіл технологиясын барын үйреніп, Жамбыл облысына сол 50 квадратын алып кетіп, қазір 2000 квадратқа жайып атырмын. Кәсіпкерлердің түпкі мақсаты игерілмей қалған жерлерге биогумус арқылы нәр беріп, халық игілігіне қолдану. Химиялық тыңайтқышқа тәуелділікті азайтып, халыққа таза, табиғи жеміс-жидек пен көкөністі ұсыну. Сондай-ақ органикалық тыңайтқыштар арқылы өнімнің сапасы мен шығымын арттыру. Назым Қайратқызы, Қыдыр Өтеш, Шардара ауданынан арнайы Түркістан 24 үшін.